Ал достар, біз әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің мартқа жалпы KFC жеуге біздің әпкелеріміз, ағаларымыз келіп отыр екен. Бірінші рет ашылып тұр бүгін Таразда. Соны әпкелерімізден сұрап көрсек. Әпке, жалпы қалай екен? Жалпы бүгін біз Тараз қаласына қонақ болып келіп отырмыз. Қай жақтан? Шу қаласына. О, Шудан келіп тұрсыздар ма? Мен де Меркіденмін. KFC-лерін ұсынады, өте дәмді. Бірақ жаңағы кішкене обслуживаниясы қинап жіберді бізді. Нақтырақ айтсаңыз, несі дұрыс емес? Неден көңілден шықпады? Оплата жасағанда төлем жасадық. Ал жағы KFC-ді алатын кезде бір сағаттай күтіп қалдық. Көңілімізді түсіретін бір жағдай болып қалды. Егерде KFC-дің басшылары көріп отырсаңыздар, мына тірлікті қалай шешсек болады деп антам болудамыз әпке. Кісен ичепша кесен қана алмас, арнайы енді қатын деп. Енді астарыңыздан досын әпке, сізге қалай KFC ұнай ма жалпы? Жақсы көремін KFC. Жақсы. Дәмді өте жақсы. Енді әпке, KFC дәмді ғой, енді бұл жалпы KFC-дің өмір баян айтып берейін сіздерге. Бұл бейшара тауық 2017-те келген дүниеге. Бұл бейшара не көрмеді? Бұл кім ойлаған бұндай KFC болам деп? Дұрыс па әпке? Ешкім ойлаған жоқ, әбәдем өмірін қорада сүріп жүрді, артында 5 бала шағасымен қалды әпке. Енді сіздер жиінде отырсыздар соны. Не істейміз, братан? Уже жеп қойдыңдар ма? Недеге қатты кестіңдер адамдар? Неге? Десек, кешіріңіздер, астарыңыздан досын надайға қалай жестер әпке білмеймін енді. Егер аппетиттеріңіз болмайтса бізге бере саңыздар. Екі болды әпке тамақ ішмегендіме. Әркім өйтіп сұхбатпен барам, бәрі жеп қояды, бермейді әпке. Не істеймін? Жақсы, күндеріңіз сәтті өтсін, үлкен рахмет, астарыңыз дәмді болсын, рахмет. Ал достар, біз өзіміздің рубрикамызды жалғастырамыз. Бізде қонақта, есімің? Ерзат. Ерзат, енді мен саған бата беріп жіберсем ба деп тұрмын. Қазаққа бата артықшылық етпейтін өзіңді білесің, қолың жай жіберсің. Ал, батам батпасын, батам жерге жатпасын. Үйің толған май болсын, шараң толған май болсын, қораң толған не болсын? Ай, молодец. Бақытты бол бауырым. Құдай үйленгенсің ба? Жоқ, бойда. Құдай қаласа үйленіп, бала шағаңның қызығын көріп, өстіп жұмысын жемісін көріп жүре бер бауырым. Аумин. Енді бауырым өзің білесің, құрғылға бата жүрмейді. Не бересің? Қалтамда бәрін берейін. Осыма импровизациялар. Мына жерде қанша теңге қазір санайсың, жылдам. 20, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 105. 105 теңге екен, 50 теңге қосып берші, брат. Таксиге жетпей тұрады, просто вариант жоқ, просто ақша болмай тұрады бізде қазір. Вообще қалмады, брат. Тамақ іштіп, не істеді? Жылдам. Ертең әкеп берем ғой. Жоқ. Жадный екен, кетіп басқа қош. Өшіп тасташы вообще. Рахмет, братан, адышы. Адышы, братан, рахмет. Салам алейкум, достар, бақтарыңызға сәлем. Видео ұнаса достар, лайк, коммент аямаңыздар. Және де сіздерге пранк ұнап жатыр ма, әлде осындай елдермен сұхбат жасаған ұнап жатыр ма? Астына комментарияға обязательно жазыңыздар. Әзірге каналға тіркеліңіздер, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал видеоны әрмен қарай жалғастырамыз. Ал достар, біз кеттік, әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Мына жақ. У нас посетитель, друзья. Мы дальше продолжим наш эфир. Привет, брат. У нас эфир такой называется. Эфир называется «Түрімізде не шаруаң бар, сүмелек». На русском я не могу вам. Вообще, у меня слов не хватает. Вы вдвоем ходите? Куда? Не, вместе ходите. Вы это девушка, парень, да? Да. А кто девушка? Он. Чао, брат, спасибо. Ал достар, біз әрмен қарай өзіміздің рубрикамызды жалғастырамыз. Бұл рубриканың аты «Түрімде не шаруаң бар, сүмелек» деп аталады. Ал жігіттер, танысып қойық, есімдерің? Дінмұхаммед. Сенің? Мағжан. Сенің ше? Оның есімі кім? Танымайсыздар оны. Жарайды. Ары қарай кеттік. Енді сұраққа көшейік. Жалпы ағаң ба, інің ба бар ма? Я бар. Сен үйдің қаншасыншы қызысың?
Мен қыз емеспін. Ай, ренжіме бауырым, ол қателесіп кеттім. Енді сұраққа көшейік. Жалпы көшеде келе жатсыңдар. Беріп келе жатсыңдар екеуің, жарысып келе жатсыңдар да. Отырсаңдар сөйлесейік те нормально. Көшеде келе жатсыңдар. Сонымен достар, сұраққа көшейік. Жігіттер, егерде көшеде пешеходта кетіп бара жатасыңдар, сол кезде машина тоқтайды да, ішінен бір қыз шығады да, шешініп тастайды да. Жігіттер, со мной пойдемте десе не дейсің? А? Кетейші дейсің ғой? Негізі өтірік айтып отыр достар, смело барады. Сен ше? Мен барам. Барғанда үйіне алып кетті. Дальше не істейсіңдер? Дальше не істейсің? Не істейсің? Енді өзі не істеп тұрса не істейсің? Красавчик, брат. Ренжіме, бірақ ол жігіт етін. Приколға жатып. Ол қыздың киім киіп алған жігіт етін бауырым. Мен сені ондай деп ойламаппын. Я, достар, біз рубрикамызды осымен аяқтаймыз. Жігіттер, әр кезде нәскелеріңді, аяқтарыңды жуып жүріңдер. Бұл рубрикамыздың аты түрімізде не шаруаң бар, сүмілік деп аталады. Жақсы. Ну что ж, друзья, мы продолжаем ну поняли, я просто не могу по-русски нормально говорить. Давайте вопросы задам. Давайте, девчонки, чтобы интересно было, я сейчас кое-какие расскажу вам, и вы повторите, пожалуйста. Хорошо. На меня посмотри, камера. Не помню дальше. Ой, ну почти. Давай теперь. Ой, вообще классно, девчонки. Можно еще? Еще громче можно? Давай ты. Ой, классно, девчонка. Спасибо большое. Ассалаумалейкум, аға. Бір-екі сұрақ қойсам бола ма сізге? Қойып көр. Есіміңіз кім? Алмас. Қазір мен де есім Алмас, екеуміз аттас екенбіз. Қазір дер кезінде 5000 теңге ұта аласыз, егер мен айтқанды қайталасаңыз. Не айту керек сен? Қайталау. Ала бер өзіңе. Жарайды аға, сау болыңыз. Дәл қазір осы жерде тұрып 5000 теңге ұтып ала аласың. Ойынның шарты өте оңай. Дайынсың ба? Не ойын? Дайынсың ба? Дайынбыз. Дайын болсаң кеттік. Мен қазір бір звукты шығарып мен саған көрсетем. Соны сен менің артымша қайталауың керек. Мысалы Дайынсың ба? Дайынбыз. Все, кеттік. Деп қоясың ба? Бәрекелді, бауырым, сен 5000 теңгені ұтамадың. Аяқ жағы өтірік болып кетті бауырым, ренжіме. Ал достар, біз өзіміздің рубрикамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің рубрикамыздың аты Білмеймін. Білмеймін деп аталады, жарайды. Бауырым, саған сұрақ. Кез келген. Қандай сұрақ? Деген кезде не істер едің? Деген кезде қандай сұраққа жауап берер едім? Шынымен 5 шуток. Қандай сұрақ? Тек өзің жауап берсең. Осыған. Айтшы. Все, аман бол. Ал енді сұраққа көшейік, бауырым. Егерде Новый годқа жалпы дайындың қалай? Рахмет, бауырым. Өте тамаша сұрақ болды. Кеттік. Армысыздар достар, я біз әрмен қарай видеомызды жалғастырамыз. Бізде тағы да түрінде не шаруаң бар сүмілік атты бағдарлама. Біз мінекей тараздық бауырларымыздан тағы бір-екі сұрағымызды алғымыз келіп тұр. Сұрақ қоймастан бұрын жігіттер ренжімесіңдер, мен қатты осырғым келіп тұр, бір осырып алайын. Қазір есі келеді. Есімің кім, бауырым? Ерасыл. Нұрдәулет. Аха, бауырым, бір сұрақ. Мысалы, сен қызбен кездесіп тұрсың. Қызыңмен енді үлкенсіңдер ғой, қызбен кездесесіңдер, сүйісесіңдер, оның жасыратын несі бар. Қызбен тура сүйіскен кезде, осырып қойған кезде не істейсің? Білмейді. Кетіп қаласың? Кетіп қаласың. Қызың сообщение жазып берсе, не осырасың, мен өзімше стейкі тасып кетті ғой десе, не істейсің? Ештеңе демейсің, демалшы дейсің. Әрмен қарай жүресің ба сол қызбен? Жүретін шығар, білмеймін, өзіне қарай ғой. Егер қыздың екінші күні қыз
тоже осырып қойса ол кезде нормально, бірде-бір. Аха. Рахмет жігіттер, сұхбат бергендеріңе. Бұл түрімде не шаруаң бар? Сүмелек атты бағдарлама. Рахмет жігіттер. Алмас Есенхан деген каналдан көре аласыңдар. Ал достар, біз әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізге бүгін жалпы ақ жаулықты біздің апаларымыз келіп отыр екен. Қош келдіңіз, апа. Қош келдіңіздер. Ата, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Бақуаттысыздар ма, бала-шаға? Енді мен өздеріңіздей қазақтың апаларын көрген кезде жалпы қуанып қалам. Аман болыңыздар. Енді сіздерге ешқандай сұрақ қойып, мазаларыңызды алмайын. Тамақтарыңыз дайын болғанша мен сіздерге бір тамаша бір өлең айтып берейін. Айтып берейін, апа. Алма ағаштың гүліндей от, текеметтігі түрді юауа. Өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ау. Туыстадым, сен маған бүйткеніңді үйтпе, маған оғылай төкпе, өкпе. Сен не дегеніңді бұйырма, маған не жетпейді деп бұйырма, сен айтшы, не қалайтыныңды, қалмайтыныңды. Қалай әпке? Аман болыңыздар, апа. Şimdi жүрген бала ма дейді. Негізі біздің 4 сағат ерігіп жүргенімізді білгенсің ау, иә, көбіміздің отчан. Сездім ғой мен. Таразда Бабрая деген тәуіпті білесіздер ма? Сон толған бір әшкесім ғой десең. Аман болыңыздар, апалар. Сіздерді көргенімізге қуаныштым. Бала-шағаларыңыздың қызығына тоймай, күліп ойнап жүре беріңіздер. Пенсия аласыздар ма? Жоқ. Сіз ше? Де. Көке қалайсыз? Жақсы, апалар. Аман болыңыздар. Бізге осындайларға үйрек негізі. Йо, достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі аптада дәл осындай уақытта бұдан да қызықты видеоларымыз шығады, достар. Асыға күтіңіздер. Әзірге тағы да қайталайым. Каналға жазылыңыздар, колокольчикті басыңыздар, лайк, коммент аямаңыздар. Достар, сосын менен бір кішігірім өтініш. Видео ұнаса, достарыңызға WhatsApp, VK, Instagram арқылы таратуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі дәл осы аптада, дәл осы уақытта Retro Further деп кездескенше. Хей, сөзім бітіп қалды. Хуе деп бітіре салайшы. Кешіріңіздер. Нан туалетқа жіберу керек қой, саламатсыз өпке. Туалет қаншада? 20 теңге ма? Алдында 15 теңгеден кіріп едік қой. Мен кіріп кетейін, шәкке, пранкермін ғой. Кешіріңіздер.